Қайырлы күн менің көрермендерім. Мен бүгін тауық етін мариноваттау жолын көрсетемін. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Бізге керегі тауықтың еті, көкшөп, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш, пияз, помидор, чеснок және оливковое масло. Мен осы көкөністердің бәрін жуып тазалап қойдым. Енді осы көкшөптен бастап турап аламыз. Бұл жерде петрушка және укроп. Помидорымыздың түбін алып, жақсылап майдалап турап аламыз. Чесногымызды да турап аламыз, майдалап, және де пиязымызды да осылай бір келкетіп майдалап турап аламыз. Дайын болды. Енді осыларымызды тауық етінің үстіне сеуіп, үлкенірек ыдысқа салып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Тұзымызды қосамыз, бұрышымызды қосамыз, паприкамызды қосамыз. Сіздер де өздеріңіз қалауларыңша қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Және неше түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Оливковое масланы мен 2 ас қасық қосам. Мен көз өлшермен 2 ас қасықтың көлемінде қостым. Енді осыны бәрін қосып алғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 5-6 сағатқа қалдырып қоямыз бетін жауып. Тұзы сіңіп, дәмі сіңіп, керемет дәм шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біз маринадымыз дайын болды. Енді печканың листін алып, тауық етімізді жақсылап жайып, үстіне дәмдеуіштерімізді қойып, пісіріп аламыз 10-15 минутта 180 градуста. Біздің окорочкамыз дайын болды. Бәріңізге ас болсын.